Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге кеше 3D суреттерді қалай жасау керек, соны көрсетемін. Ол үшін CapCut программасын скачать етіп аламыз Play Market'тен. Сосын осылай ашылады. Скачать етіп алғаннан кейін на новый проект деген басамыз. Енді бұл жерден біз арнайы өзімізге қажетті деген суреттерді жүктеп аламыз. Мына жерден қарайық. Мына жерден бір кез келген суреттерді мен жүктей беремін, түріне, түсіне қарамай ақ қояйын. Мінекей осыларды қойып алдым барлығын. Көрдіңіздер ме? Енді мен мына суретті аламын да басып, мынаның астында не бар? Стиль. Стильді басамыз и былай өзгертемін. Загрузка жазақ. Енді келесі суретке барамыз. Келесі суретті мынандай қойайын. Өзіңізге ұнаған стильге ауыстырасыз. Үшінші суретті ауыстыра салайын. Үшінші сурет қандай ауыстырсам ғой? Мына осы жерде әртүрлілері бар. Енді бұл стильді алмай-ақ, мен былай өзгертуіме де болады. Мына стильді алып, анимация қойма болады үшінші суретке. Ол үшін былай жасап көрейік. Мінекей. Суреттер осылай шығады. Осыған қойып өзгерттім. Келесі суретті де анимация қояйын. Өзіңізге ұнаған жағына қойсаңыз болады. Мысалы, маған өзгертейін стильді. Бұл жерде суреттерге осылай стильді берік болғаннан кейін нені қойсаңыз да болады. Музыка қойсаңыз да болады. Мына жерде выключить барлығын өшіріп тастадым да, енді бұл жерге звук деп тұр ғой. Сол звукқа барамын. Бұл жерде звуки деген тұр ғой. Сол жерге кіріп, мына жерде өзінің арнайы ішінде тұр музыкалар. Маған енді бұлар аса қатты ұнамайды. Сондықтан мен өзім мына жақтан көрейінші қарап. Осыны ала берейін. Бұл музыканы алдым, я? Енді көреміз. Осылай шығады. Енді бізге мына жердегісі керек жоқ. Мысалы, мынау қажет емес. Удалить деп басып тастаймыз. Значит, мына музыканы мен разделить етуім керек. Сосын артығын удалить етуім керек. Мінекей. Осылай. Бітті. Одан кейін жоғарыдағы стрелка тұр ғой, мен соны басып жіберем. Сохранить. Мінекей экспорт. Қазір менің суретім шығады. Өзгеріп. Готовын баса салайын. Жаңа жазған суретім ұқсайды ма?